Мазғұт Әлімжанұлы Шалабаевтың бізге және келер ұрпаққа қалдырған жарқын мұрасы оның поэзиясы. Оның өлеңдерін оқи отырып, біз поэзияның көркем әлеміне, автордың сезіміне енеміз. Оның философиялық ойларынан, ерекше талғампаз тілмен айтылған нәзік лирикасынан ләззат алып, рухани күш жинаймыз. Мазғұт Әлімжанұлы Шалабаев шығармашылығына шолу жасай отырып, ақынның адам, қоғам, еңбек мәселелерінің жүйелі түрде жеке зерттелмегенін байқаймыз. Ақын туындыларының көркемдік қабілетін құрайтын компоненттер оның күрделі дүниетанымы, ғаламдық сипаттағы ой танымымен тамырлас. Өйткені ұлттық құндылықтарды ғана емес, адамзаттық ақыл-ой жетістіктерін еркін игерген ақын қазақ және орыс өлеңдерінің көркемдік деңгейінде биікке көтере алған. Ол өз поэзиясында адал еңбек ету, биік шыңдарға жетелейтінін айтып қана қоймаған. Ұлағатты әке өз отбасына да арнап жазған өлеңдері жеткілікті. Мазғұт Әлімжанұлының барлық өлеңдері шынайылыққа толы, кейде күлдіріп, кейде көзіңе жас алғызады, ойландырып толғандырады, адамгершілікке тәрбиелеп ізгілікке баулиды. Мұндай жыр жауһарларын ешқашан ұмытылмай, ұрпақтан ұрпаққа, атадан балаға жеткізіліп, мұра болып қала бермек. Қостанай жоғары педагогикалық колледжінде мәнерлеп оқу үйірмесінің жетекшісі ретінде мен жыл сайын Мазғұт Әлімжанұлы Шалабаевтың шығармашылығын таныстыру мақсатында білім алушылар мен ақынның поэзиясын оқып талдаймыз. Және бірінші курс білім алушылары арасында мәнерлеп оқу сайысын өткізу дәстүрге айналған. Ақын шығармашылығымен етене таныса отырып, адам жанының асыл қасиеті, асқақ мұраты, таным тұғыры, еңбек екеніне тағы да бір мәрте көз жеткіземіз. Артына өшпестей мұра қалдырған ұлы ақын педагог, жерлесіміз Мазғұт Әлімжанұлы Шалабаевтың есімі жастардың есінде мәңгі қалмақ.